Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін айлық түсті. Енді не болса да кредит өтір жауып қалған өтір анадан кішкене ақшаны экономдап өтір батарея алдым, алюминиевый үйге. Қалада алюминиевый батарея 20.500 болды. Еркіннен алдым мен 18.200 теңгеден. Мен бірге андай рем комплектісімен бірге жүрді. Мынандай қазына деген рем комплектісімен құлақ болды онда бәрі. Еттен андай несін алдым, гусагын алдым. Мен алған радиаторым міне 10 секциялы. Бұйырса енді осы сенбі жексенбі алла қаласа отоплениені бастаймын, бұйырса құдай қаласа. Айлықтан өтір әйелімде мамамды айту енді не болса да енді күн суытпай тұру, енді осы неде айлықтан алып алайық деп шешім қабылдады. Алюминий радиатор алдық. Чугунный радиатор алайын деп едім, оған тосу керек екен. Ол мына радиатордан қымбатырақ шықты. Содан бұйырса осы сенбі жексенбі бастаймын ғой, құдай қаласа. Ал сәттілік тілеңіздер. Алмада жеттім, міне радиатор алдым. Енді келесі зарплатада енді хотя бір 3 тонна көмір түсіру керек болып тұр. Өйткені күн суытып кетуі мүмкін, аяқ асты. Қымбат, енді көмір қымбаттады, енді нақты қанша қымбаттаған білмеймін енді. Может 20.000 бірдеңе, может 21.000 или может 22.000 болуы да мүмкін. Енді доставка жоқ дегенде бір 15-10.000 сұрап тұр ғой. Өлдім қалдым дегенде. Құдай қаласа енді осы демалыс күні бастаймын ғой отоплениемді. Давайте. Сәттілік.